Зейнетақы көптеген зейнеткерлердің негізгі күнкөріс көзі екендігі белгілі. Бүгінгіде қымбатшылық қос бүйірден қысып тұрған шақта зейнеткерлердің қолына түсетін аз ғана ақшаның негізгі бөлігі азық-түлікке жұмсалады. Одан қалса коммуналдық қызмет ақылары бар. Жасырары жоқ, бүгінде зейнеткерлердің басым бөлігі несие қамытын киіп отыр. Екінің бірінің басындағы жағдай. Күні кеше депутат Қайрат Балабиев зейнеткерлердің несиелерін есептен шығаруды ұсынды. Алдағы уақытта депутаттың ұсынысы қабылданады ма? Барлық зейнеткерлердің несиесі кешіріледі ме? Зейнетақы қорында жинақталған қомақты қаражатты азаматтар өз игілігіне пайдалануға алған кезде зейнетақыны табыс көзі ретінде ұстап қалу өте ұят, деді депутат. Осы және өзге де жаңалықтар қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Депутат Қайрат Балабиев премьер-министрдің орынбасары Ермек Көшербаевқа зейнеткерлердің банктік шоттарын қорғау шаралары туралы депутаттық сауал жолдады. Бұл туралы Стан ақпараттық агенттігі хабарлайды. Депутаттың сөзінше, өтініш қосымшасы арқылы несие бойынша жіберілген сұраныстар қанағаттандырылмаған. Сол себепті зейнеткерлер зардап шегіп жатыр, дейді депутат. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев берешегі бар азаматтардың банктер алдындағы несиелер бойынша берешегін есептен шығару, оларды соттан тыс және сот тәртібімен банкрот деп тану және төлем қабілетін арттыру арқылы көмек көрсетуге бағытталған заңға қол қойды. Заң бойынша борышкерлердің ешкімнің көмегіне жүгінбей шағымдану үшін оңтайлы жағдай жасалуға тиіс. Сондай-ақ оның ережелерінде 6.291.000 теңгеден аспайтын несиелер бойынша банкрот рәсіміне жүгінуге болатыны көрсетілген. Алайда іс жүзінде бұл заңда жоғарыда аталған өтінішті беру тетігі де дұрыс жұмыс істемейді. Өтінімдерді жіберуге арналған жалғыз қолжетімді ресурс өтініш қосымшасы арқылы жіберілген сұраныстар қанағаттандырылмаған. Соның салдарынан зейнетақысын ала алмай жүрген зейнеткерлер зардап шегіп отыр, деді Қайрат Балабиев. Қайрат Балабиевтің айтуынша, көбінің банктер алдында төлем міндеттемелері бар. Олар кесте бойынша төленуге тиіс. Сот орындаушылары барлық аккаунтты бұғаттап, шетелге шығу мүмкіндігін шектейді. Банктерде 32.000 теңге зейнетақысы бірден есептен шығарылып, банк картасына әрең жетіп үлгерген зейнеткерлер бар. Бұл жағдайда зейнетақының табыс көзі саналатын, ал зейнетақы шоттары әлеуметтік қорғалатын шоттарға жатқызылмайтынын атап өткен жөн. Әлеуметтік қорғалатын шоттарды ашу тек Каспий банк, Халық банк және Центр кредит банкіне арналған. Бұл банктердің банкоматтарды айтпағанда барлық жерде филиалдары жоқ. Банкоматтармен салыстырғанда Қазпошта бөлімшелері барлық жерде бар. Ендеше Қазпошта әлеуметтік қорғалатын шоттарды ашу бойынша қызмет көрсететіндердің тізіміне неге кірмейді? Неліктен ол алынып тасталды, дейді депутат. Депутаттың сөзінше, микроқаржы ұйымдары айына 30.000 теңге төлей алмаған азаматтарға айыппұл салады. Біздің микроқаржы ұйымдары айына 30.000 теңге төлей алмаған азаматтарға төлемді кешіктіріп төлеген үшін айыппұл салады. Соның салдарынан олардың қарызы артады. Көптеген адамдар түсінбейтін нәрсе, табыс көзі жоқ адамдар үшін бұл уақытша ақшалай көмек оңай қарызға айналуы мүмкін. Бірақ бұл халықтың ақшасын ысырап етуіне көрсеткіш емес. Адамдардың несиеге мәжбүр болғаны ұят. Аманат партиясының қарызсыз қоғам жобасы аясында азаматтардың қаржы сауаты артып келеді. Ал салдарын ойламай несие алатындар азайып жатыр, дейді депутат. Қайрат Балабиев вице-премьерден банкроттыққа өтініш беру неліктен қиындап
кеткенін сұрады. Президенттің тапсырмасымен заң қабылданды. Неліктен банкроттық туралы өтініш беру соншалықты қиын? Борышкерлердің айтуынша e-mobile қосымшасы арқылы өтініш беру тетігі жергілікті салық органдарының құзырына берілген. Бұл ретте мемлекеттік органдар борышкерлердің мүддесіне жұмыс істеуі керек деп есептеймін. Зейнетақы қорында жинақталған қомақты қаражатты азаматтар өз игілігіне пайдалануға алған кезде зейнетақыны табыс көзі ретінде қарау ұят деп санаймын. Біз жұмысшылардың зейнетақы жинақ жүйесіне кедергі келтіріп қана қоймай, олардың зейнетақы жинақтарын пайдалануға мүмкіндік бергіміз келмейді. Бұл ұят, деді депутат. Депутат вице-премьер Ермек Көшербаевқа жоғарыда айтылғандарды ескере отырып ұсыныс жасады. Яғни әділет органдары қарызы бар зейнеткерлердің зейнетақы шоттарын бұғаттауды, республикалық дерекқорда банктерге берешегі бар зейнеткерлерді анықтау, құзырлы органдар зейнеткерлерді соттан тыс және сот тәртібімен банкрот деп тану тәртібі жеңілдетуі, зейнеткерлердің қарызын есептен шығаруы, барлық екінші деңгейлі банктер мен Қазпошта мекемелерінде зейнеткерлерге әлеуметтік қорғалатын шоттарды ашу керек. Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда банкроттық кезінде 2025 жылға дейін алынған несиелер бойынша қарыздарды реттемеу ұсынылған еді. Әзірге депутат Қайрат Балабиев вице-премьер Ермек Көшербаевқа ұсыныс жасады. Алдағы уақытта аталған ұсыныстардың қолданысқа енгізілуі, қабылдануы қалай болатыны әзірге белгісіз болып отыр. Яғни, бір ғана зейнетақыға қарап, оны азық-түлікке, күнкөріс көзіне, коммуналдық шығындарға жеткізіп отырған депутаттарға, зейнеткерлерге несие төлеу оңай емес әрине. Олардың зейнетақысы несиеден де артылмайды. Бұл жағы қалай болатыны әзірге белгісіз.